Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Маңғыстау облысының автокөлік пен халықаралық жүк тасымалдаушы кәсіпкер азаматтары өздерінің жүк тасымалы саласындағы күннен күнге қиындап бара жатырған жағдайларын қатеріңізге бере отырып, төменде баяндалған мәселелердің шешімін табуына ықпал етуіңізді талап етеміз. Бүгінгі күнге дейін Маңғыстау облысында автокөлік пен жүк тасымалдау саласын дамытуға ешқандай көңіл бөлінбей келеді. Үкімет тарапынан қолдаудың өз дәрежесінде болмауы, күн сайын туындап отырған әртүрлі кедергілер тасымалдаушыларды тығырыққа тіреуде, және үкіметтен мұнайшы жұмысын сұрамай өздері Маңғыстау тұрғындарын 200-300 адамға жұмыс тауып беріп отырған жүк тасымалдаушы кәсіпкерлер қолда көрсетуді, дамытуды талап етеміз. Үстіміздегі жылдың 20 ақпанынан бастап күшіне енген Қазақстан Республикасының индустрия және даму министрлігінің номер 715 бұйрығын қайта қарап тоқтауын талап етеміз. Кенеттен 28%-ке жуық қымбаттаған дизель жанармай бағасын бұрынғы 230 теңгеге қоюыңызды талап етеміз. Уақытша ғана шешілген қазақстандық көліктердің темірбаба кеден бекетіндегі бейтарап аймақтан қайта тіркеу арқылы шетел тіркемелерімен Қазақстанға Евразия экономикалық қоғамдастығы елдеріне жүк тасымалдау мәселесін толықтай шешуді талап етеміз. Шетелдік жүк тасымалдаушыларға Жаңаөзен, Жетібай, Бейнеу, Атырау, Орал тас жолдарын ақылы қылып және отандық автокөліктерге тегін күйінде қалдыруды талап етеміз. Бүгінгі таңда Қытай елімен визасыз қарым-қатынас жасау бағытында жасалып жатырған шараларды үзілді-кесілді тоқтатуды талап етеміз. Талаптарымызды қорытындылай келе, жоғарыда көрсетілген қиындықтар автокөлік пен жүк тасымалдау саласындағы қордаланып жиналған көп мәселелердің бір бөлігі екенін айта келіп, біздің басты сұрауымыздың мәні жасап жатырған жұмысымызға кедергі келтірмей, оны дамыту жалғастыра беруімізге, еліміздің экономикалық өркендеуіне шамамызға қарай өз үлестерімізді қосуымызға заң аясында жағдай жасалуын талап етеміз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біздер енді бір топ осы жерде жүк көлік жүргізушілері, Қазақстан азаматтарымыз осы жерде енді мына мемлекет тарапымыздан болып жатқан жанар-жағармай бағасының күрт қымбаттауына байланысты осы жерде әркім өзінің базынасын айтайын деп, үкімет орындарына жеткізейін деп, құлағына тисе екен деп жиналып тұрған халық. Бұлар өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп, және де сол жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған кәсіпкер азаматтар. Елімізде болып жатқан қымбатшылықтар енді адам айтса сенгісіз бағаға шейін жетті. Қазір жүкпен, көлікпен тасымалдау өзі қымбатсыға түсіп тұр. Неге десең, жанар-жағармай бағасы 30%-ға шейін қымбатсыды. Ол 30%-ға қымбатсығаннан кейін жүк көлігінің тасымалы қымбатсайды. Тасымал қымбатсығаннан кейін оның үстінде келетін зат қымбатқа түседі. Ол деген халыққа зиян тие ма деген ой бар. Тамақтар қымбаттайды. Сондықтан бұрын 5 теңгеге алынып жүрген зат қазір 8 теңгеге алынатын жағдайға жетуіміз мүмкін. Бұл жердегі жігіттер еріккеннен тұрған жоқ. Осы құзырлы органдар, үкімет басшысы болады, президентіміз бар. Осы елдің талабын, осы азаматтардың талабын орындап, біз жаңа Қазақстанға атсалысқан азаматтармыз. Біз жаңа Қазақстанның жаңалығын әлі көре қойған жоқпыз, тек қымбатшылықты көріп жатырмыз. Болашақта сол жаңа Қазақстанымыз жаңадан күшіне еніп, жақсы жағдайға, деңгейге жетсе екен деген ниетіміз. Ал енді осы жерде тұрған жігіттердің бәрі еріккеннен жүрген жоқ. Жаңа тағы да айтып кетеміз. Еліндегі бар зат еріне тиеді деген, қай затта елімізге келсе, арзан бағамен келгенін жақсы көреміз. Енді көшіміз жүре дүзелер, бәрі де оңынан болсын азаматтар, істерімізге сәттілік, жақсы жағына қарай шешілсін деп тілейміз. Ал аман болайық, деніміз сау болсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бәріңізге бір сәлем. Мына біздердің тұрғандарымыз сәлеркінен 295 болып кетуі. Біз Маңғыстау еліміз, бұл бәрі өшеге тамақ бәрі жан-жақтан тасталады. Бізде тастан басқа, мұнайдан басқа дым да жоқ.
мен 295-тен бізде бәріміз алып осы шопырлар 295-тен алып сәлеркіні бағаны қымбатсып жүру беруімізге полный жүру беруге болады. Бірақ ол бағаны қымбатсыған бәрі де тамақта қымбат етті деген сөз. Мына бізде бидай екпейміз, картошка шықпайды. Ол ар жақта Уральск, Ақтөбе, Қостанай жақтағылар егін егетін шаруашылықтар бар. Олар 295-тен алғанда заправкадан бара алмайды. Оны бензовоз апарады. Ол 350 теңгеден шығады оған сәлеркі. Трактормен жер жыртады, комбайнмен орап, сосын бар бізге сол оның бидайын шығарған өнімін бізге сатқанда ол бағасы қымбат дейді. Оны бізден алып келеміз тағы да қымбат бағамен. Сонда бір қазіргі жағдайда 18 мың теңге бір мешок ұн осы Маңғыстауға базарда сатып тұрған. Енді оны 50-60 мың теңгеден қалай көтереді қарағалық? Қарағалық көтере алмайды оны. Бәрі мұнай ішінде істемейді Маңғыстау облысында. 30% істейші, 70% бізде бұлай аздағандай айлықтармен жүрген адамдар бар. Семьялар бар, күн көре алмай отырған. Пенсионерлер бар, 50-60 мың айлық алады. 50-60 мың теңге ұн ала ма, ол басқа тамағын алып жей ме? Сол себептен тұрып біз, басқа не жоқ бізде. Сол сәлеркіні 230 теңгеге қайтарсын қайттан. 295 теңге бізге келіспейді. Біз келсеміз мейлі, ал бірақ қарағалық қалай күн көреді? Қарағалық өзінің несімен қалай көреді? Сол баға қымбатсып кетеді машинаны. Картошканың да бағасы қымбатсайды, бәрінің бағасы қымбатсайды. Бәрі өзінің өнімді жейтін тамақтың бәрі даладан тасылады бізге. Осы Маңғыстауға. Бізде мұнай бар, тас шығады, шебін шығады, басқа жат жоқ бізде. Сол тамақ тасымалдау келгесін бізге қымбат келеді. Ол ар жақта өнімді өсіретін Қостанайдағы адамдар да кәсіпкерлер, олар да өсіріп береді тамағын, затын шығарған. Сол үшін тұрып, сол бағаны түсірсін деп. Өзі мына министрлікте отырған азаматтар ойланбай ма соны? Ол адам баласы 50-60 мың теңге қалай алады бұл ұнды? Өздерін есептеп барам, сол біз жариялап тұрған, сол үшін тұрып. Жанар жағармайды түсуіне талап етеміз ба жігіттер? 230 теңгеде қалдырсын соны. Қалдырсын, Біздер бұрынғы бағамен жүре береміз сонда. Сол ана біз жалғыз Маңғыстауға 230 теңге алмасын, ана Қостанайда 230 теңге алсын. Ертең олар кәсіпкерлер сояқтан бидай егеді. Солардың бидай қымбат шыққасын, бізге бұл қымбат келеді. Сояқта да сол 230 теңге алып қойсын. Бүткіл Қазақстан 230 теңгесімен қалдырсын. 230 теңгесімен алсын. Ал егерде 230 теңге қылмайтын болса, анда не істейсіздер? Сен тұра бересіңдер ме? Тұра береміз. Тұрасыңдар ма? Тұрамыз, не істейміз енді? Соны ар жақта депутаттар 295 теңге ол біздің қалтамызға тиісіп баратыр. 295 теңге. Есептеп қараң, 295-тен қазір қойсаңыз Қостанайдағы тракторлер, поледе жүрген тракторге 295 ол заправкада ала алмайды. Оны бензовоз апарады. Сода ол тракторге 350-320 теңгеден құйылады сәлеркі. Сода ол машинаны көбейеді. Ол кәсіпкер көбейтеді ғой бағасын. Басқа да осы дизель отынмен жүретін автокөліктер бар ғой. Иә, тракторлер бәрі. Осы манипулятор бар, кран айдап жүрген балдар бар. Бәрі бағасын қымбатса сонда қалай күн көреді қарағал. Мысалы енді ертең сіздер тұрсыңдар ғой мысалы. Басқалар ертең өздерінің бизнесін жасай берсе мысалы 300 теңге. Біз күн көреміз. Оларға не деп айтасыз ба? Сіздер біз сияқты қолдандар деп биле өздерің білімдер дейсіңдер ме? Бізде олардың тұрғаны дұрыс қой. Ол біреуміз мында тұрып, біреуміз анда жұмыс жасап жүрген, ол уже әділдікке жатпайды, ауызбіршілікке жатпайды да. Сондықтан барлығымыз бір ауыздан тұруымыз керек қой. Маңғыстауда бәрі мұнай іштер жұмыс істемейді, миллиондап айлық алатын адам жоқ.